3-ші кабинет. Мынау сот орындаушы Талғат Бакашевтің ісі бойынша 213-ші кабинет. Ассалаумағалейкум. 7 маусым 2024 жыл. Есімім Нақып Бақытжан. Аудио бейне жүргізіліп жатыр, ескертейін. Өзіңіз таныстырасыз ба? Құрбан ба есіміңіз? Құрбанбек. Мына отырмайсыз ба? Әлде мен бияққа отыра берейін ба? Жоқ, мына жерге отыра беріңіз. Жоқ, бұлай қарамағаша отырайық деген едім да? Бұл қараша. Ана жанына ыңғайсыз болып қалма деп жатырмын да отырған кезде. Бисмилля. Енді мынау алименттің папкасы. Ішінде бәрі орыс тілінде. Ұсыныс енгізгенде жеке сот орындаушы Мақашев Талғат деген кісі. Сіз мені тыңдап аласыз ба бірінші? Айтыңыз, хорошо. Мен просто мен әділет департаментіне не себепті келгенімді қазір айтайын бірінші. Хорошо, айтыңыз. Бірінші, маған мынау алимент туралы сот қаулы шығарған, бірақ орыс тілінде. Мен бұл Мақашев Талғат деген сот орындаушыға айттым, бұны маған қазақ тілінде беріңіздер. Мен іс материалдармен танысайын. Танысып болғаннан кейін менде енді ішінде бір терминдер бар, түсінбейтін нәрселер бар, заңгерлермен ақылдасайын. Сөйтіп месеге байланысайын дедім. Ол кісі қазақ тілінде ақпараттарды бермей жатып, ары қарай өзінің жағында басшабар іс-әрекеттерін істеп кетті ғой, жаңағы шотты блокқа қою, басқа қою. Кеше барып 102 шақырып қазақ тілінде талап етіп, мына аламадым қазақ тілінде. Сөйтіп бана сот орындаушылар несіне бардым, палатасына, сөйтсем олар айтады, сіз қазақ тілде алу үшін арыз жазуыңыз керек дейді. Мен айттым, мен өзімнің елімде тұрып, Қазақстан Республикасында тұрып, мен қазақ тілінде ақпарат алу үшін арыз жазбаймын дедім. Мен міндетті емеспін. Себебі мен конституциялық құқығым бар дедім. Қазақ тілінде ақпарат алуға менің құқығым бар дедім. Олар айтады, жоқ, бізде 8-ші приказ бар дейді. Мен айттым, сіздердің 8-ші приказдарыңыз конституциядан жоғары тұрмайды дедім. Себебі Қазақстан Республикасының тілде туралы заңы бар, Қазақстан Республикасының азаматтарының конституциялық құқықтары бар, солардың бәрі бұзылып отыр дедім. Соның бәрін бірінші орындап, қазақ тілінде беріңіздер, мен сіздерге одан кейін өзіме қатысты материалдар беремін. Түбіртектерді, квитанция түбіртектердің бәрін көрсетемін дедім. Міне, жылдап тұрып бәрін жинап төлеп келіп жатырмын, бәрін алименттердің бәрін, мына ішінде тұр бәрі. Енді алиментті бәрін төлеп келіп жатырмын. Бірақ бұл сот орындаушыда ақпарат жоқ екен. Бұл сот орындаушы, мен төлеген ақпараттарым сот орындаушыға түспеген. Енді оның түспегені маған қызық емес қой. Мен мына жердегі істермен бірінші қазақ тілінде танысуым керек қой. Мен істі ары қарай жүргізуім үшін оған қандай міндеттемелерім бар, мен оған немен жіберуім керек. Мен де енді далада жатқан адам емеспін ғой, мен мысалы өзім кәсіпкермін, мысалы мен жұмысым жоқ болып, уақытым жоқ болып қалатын кез болады, тағы бірден кесе болып қалады. Сол кезде менің қандай құқықтарым бар, мен соның бәрімен танысуым керек қой, заңгерлермен ақылдасуым керекпін. Себебі мен күніге үйленіп, күніге ажырасып отқан жоқпын, мен алименттің бәрін білетіндей, мысалы мен оның бәрін шағып, бүке-шүйесіне білетіндей. Мен ең факты мен бухгалтермен өзім алиментімді есептетіп бухгалтерге сол бойынша төлеп келіп жатырмын. Бәрі чектер, квитанциялар бәрі бар. Ал әйеліммен бұрынғы әйеліммен кеше ғана сөйлескем, ол ешқандай претензиясы жоқ алиментте. Бірақ сот орындаушы неге екенін білмеймін. 2018 жылғы бір нәрселер жіберіп, мені қырып жойып жатыр. Мен қазақ тілінде жарайды, беріңдерші деймін бе, мен танысайын іспен бірінші. Іс материалмен танысайын. Одан кейін барып, ары қарай іс-әрекет жасайық десем, жоқ, мен имеем право дейді да, бүкіл шотқа қойып таста, арестқа қою, басқа нәрсе сондай. Өздерінің жаңағы қызметтік істер нелерін асыра пайдаланып жатыр да, жаңағыдай қызметтік баптарын. Осы мәселе кеше 102 шақырып бұл туралы арыздар жазылды. Ана сот орындаушыларға бардым. Қазір мен жоғары сотта Қазақстан Республикасының конституциясына қазір есік алдына шығып, мәлімдеме жасап, YouTube-қа жүктеймін, белгілеймін, прокуратураны бәрін белгілеп, мәлімдеме жасайын деп жатыр. Менде амал жоқ басқа. Жоқ, мен түсінгенім бойынша сіз қазір мына сот орындаушының іс-әрекеттеріне қатысты ғой. Иә. Енді мына бірінші мәліметті беру керек қой қазақ тілінде. Мен танысуым керек. Мен сізге жаңа именно сол жеке сот орындаушыларға қарайтын бөлімге ертіп отырайын.
сол жерге осы мәселелер жақсы, сол жерге апарыңыз. Маманы шешу керек қой. сіздің талабыңыз маманы шешу керек. қазақ тілінде бермей жатыр деп отырсыз ғой. Иә. Маманы шешу керек қой. Себебі конституциялық құқығын тапталу. Жеке сот орындаушының іс-әрекеттеріне қатысты қалушы. Иә. Исабекова Айнұр ханымға келдік мына жерге. Жаңа көмекші қыздар айтып отыр. Жаңа кімге Индираға? Қазір кіріп бір ауыз не алып шығайын дейді, согласовать етіп шығайын дейді. Болды ма? Ай, рахмет. Саламатсыздар ма? Есімім Нақып Бақытжан. 7 маусым 2024 жыл аудио бейне жүргізіліп жатыр. Ескертемін. Өзіңіз таныстырасыз ба? Удостоверение личности берем, қазір өзіңіз таныстырып жіберіңіз. Сіз кім боласыз, қандай? Басшы орынбасары. Жақсы. Нақып Бақытжан. Ермағанбетұлы. Мәселеңіз қандай? Мәселем Талғат Макашев деген жеке сот орындаушыдан іс материалдарын қазақ тілінде ала алмадым. Өзіме қатысты мен енді жауапкер ретінде алиментте маған анау бұрынғы әйелім жазған екен алимент бойынша. Сол кісінің нелерін іс материалдарын қазақ тілінде ала алмадым. Қазақ тілінде ала алмағаным себепті іспен таныса алмадым. Іспен таныспай жатып, жеке сот орындаушысы Талғат Макашев мырза менің үстімнен өзінің қызметтік бабын асыра пайдаланып, менің шоттарыма бұғаттау салып тастады. Күні кеше салып тастады. Бірақ кеше мен ол кісіге келгем кабинетіне. Барлық мән-жайды айттым, қазақ тілінде беруге міндеттісіздер. Менің конституциялық құқығым бар. Тілде туралы заң бар Қазақстанда. Жоқ, біз міндетті емеспіз. Бізде 8-ші бұйрық бар, бір нәрсе. Мен айттым, бұл бұйрық маған жүрмейді, себебі конституция одан жоғары тұрады деп айттым. Қазақ тілі бойынша мен ақпарат алуға құқылымын. Сөйтіп, бүгін сот орындаушылардың несіне бардым, палатасына. Өзімнің жағында құқығын қорғайын деп. Сөйтіп, ол жерге барсам, олар айтады, сіз оған арыз жазуыңыз керек дейді. Мен айттым, Қазақстанда тұрып, мен өзім қазақ тілінде қызмет алу үшін мен арыз жазбаймын дедім. Мен міндетті емеспін дедім. Олар маған керісінше міндетті. Қазақ тілінде ақпараттар беруге, қазақ тілінде істермен таныстыруға міндетті. Олар айтады, олар анаяқтан арызды орыс тілінде жазған дейді. Ол арызданушы орыс тілінде жазды деймін да, бірақ оларға қайтара берсін. Мәселе бар ма? Ау? Атқыш жүргізу тілінен басқа тағы да бар ма? Қазақ тілі мәселесі ол бірінші мәселе. Екінші мәселе, кеше қызметтік бабын асыра пайдаланып, маған неше түрлі жекеме өтіп, жағдай әртүрлі сөздер айтып, ар-намысыма тиетін сөздер айтып, сондай өте келеңсіз оқиғалар болды. Немен расталады, бар ма? Видео фиксация жасалынды кеше, видео жасалынды, әлеуметтік желіге қоғамдық және жеке парақша бар, YouTube арнасы бар, TikTok арнасы бар, соларға салынды. Сондықтан бұл бойынша жазбаша арызды енгізе аласыз ба? Бұл бойынша жазбаша арыз берейін десем, менің 15-20 күн уақытым кетейін деп тұр, біріншіден. Арыздың қаралу уақыты 15-20 күн дейді. Мен айттым, мен кәсіпкер ретінде 15-20 күн күтіп отырамайын дедім, кешіріңіздер. Жоқ, этика мәселесі бойынша. Этика мәселесі бойынша мен арыз жазған жоқпын, әлі үлгерген жоқпын. Себебі мынау видео дәлел, видео арыз соларды мен жіберем деп ойлап отырмын. Бәрі соған қарап, әлеуметтік мониторинг жүргізу арқылы сіздер шара қолданады деп ойлаймын. Тағы да бар ма мәселе? Осы мәселені маған тез арада шотымды бұғаттаудан шешу керек. Артында 3-4 машина бар. Оның біреуін әлі жеке немден шеше алмай ол сотта жүр, біріс. Сол арқылы осы сотқа зиян тиіп жатыр. Менің 3-4 күн уақытымды алып жатыр. Қазір әкімшілік жауапкершілігі туралы мәселесіне көтеріп отқан сияқты.
енді бұл кісінің шара қолдану керек. Мына кісінің мен сізге қатысты әкімшілік жауапкершілікке тарту мәселесін көтерді ма сот орындаушылар жеке сот? әкімшілік шара көтеруге менің алименттерім бәрі тұр ғой, мына жерде квитанцияның бәрі тұр ғой, мына жерде бәрі тұр. Бірақ мен міндетті емеспін ол кісіге беруге. Иә. Мен маған іс материалмен таныстырмай, мен міндетті емеспін квитанцияның бәрін көрсетуге, есеп беруге. Менің бір байқағаным, ол кісі бухгалтер емес, бірақ бухгалтерлік есептер жүргізіп жатыр. Сот орындаушысының қандай құқығы бар бухгалтерлік есеп жүргізуге? Бухгалтер емес, алимент бойынша қарыз берушілердің есептеп. Соны қандай құқығы бар оны есептеуге? Сот орындаушы оның бухгалтерлік несі бар ма, оны есептейтіндей? Құқығы бар ма ол жерде? Мен түсінемін, сот орындаушы соттың бұйрығын орындайды. Ал бірақ менің бухгалтерлік есептерімді есептеуге оның қаншалықты құқығы бар? Оның қаншалықты ол жерде? Бақытжан Ермағанбетұлы, қазір сіз бірнеше сұрақтарды қойдыңыз. Бірінші сұрағыңыз атқарушылық өндірісті жүргізу. Мен іспен танысуым керек. Бірінші сұрағыңыз атқарушылық өндірісті жүргізу тіліне қатысты, қазақ тіліне жүргізілмеген. Екінші мәселеңіз қызмет бабын асыра пайдалану. Жазып ала салыңызшы, өтініш. Кішкене айтайыншы, сізге түсінікті болу үшін өзара келісе алайық, қандай мәселе бойынша біз қазір әңгіме жүргізіп жатырмыз. Екінші мәселеңіз сіздің банктік счеттарыңызға арест, тыйым салу деп айттыңыз ғой, иә? Машинаға да тыйым салды. Машиналарға, 3-4 машинаға. Үшінші мәселеңіз жеке сот орындаушының қызметтік әдеп нормалары бар. Төртінші мәселеңіз сот орындаушының алимент бойынша берешегін есептеу құқығы бар ма жоқ па? Иә, құқығы бар ма? Еді осы сұрақтар бойынша түсіндірмелерімізді тыңдауға дайынсыз ба? Түсіндіріп бере сала болады? Түсіндіріп берсеңіздер болады, бірақ ары қарай қандай іс-шара болады, менің уақытымда кім үнемдеп береді, менің құқығым қалай тапталмайды, соның бәрін айтып берсеңіздер. Себебі мен ары бері шапқылай беретін нем жоқ, уақытым да жоқ, өмірім жетпейтін сияқты мен мына нәрсенің бәріне айналысатын болсам. Қазақ тілінде атқарушылық іс жүргізуді, атқарушылық өндірісті жүргізу мәселесіне біріншіден. Расында да атқарушылық іс жүргізу және сот орындаушылар мәртебесі туралы заң бар. Бізде заң бар қабылданған. Заңның талаптары барлықтарымызға бірдей ортақ, міндетті. Сол заңның 8-ші бабына сәйкес атқарушылық іс жүргізу, яғни атқарушылық өндіріс, атқарушылық құжат қай тілде түсті, сол тілде жүргізіледі. Ол заңның 8-ші бабында жазылған талап. Дегенмен кейбір жағдайларда өндіріс тараптары сол атқарушылық іс жүргізілетін тілді білмеуі мүмкін. Ол үшін заңда аудармашыны іс өндірісіне тарту мүмкіндігі көзделген. Переводчикті аудармашыны тарту. Бірақ ол аудармашы ақылы тәртіппен келуі мүмкін. Сол кезде ақылы тәртіппен келетін аудармашы борышкердің есебінен ақша төленеді. Ол атқарушылық іс жүргізудің шығындарына жататын осындай ақылар, төленетін ақшалар. Түсінікті ғой, түсінікті ма? Жоқ, кеше маған Талғат Макашев мырза, мен өзім аудармашы жалдаймын деген кеше. Иә, сол аудармашыны жалдағанда бұның ақысы борышкер болып сіз табыласыз ғой бұл жерде. Борышкердің есебінен жатқызылады. Заң бойынша сондай көзделген. Аудармашы жалдау сонда ақысын мен төлеймін. Мен Қазақстан Республикасында өмір сүремін, Қазақстан Республикасының азаматымын, мемлекеттік тіл қазақ тілі, алайда мен қазақ тілде қызмет алу үшін ақы төлеймін. Мен тағы да сізге қайталап айтамын. Мен айтайын, мен сізге ескертейін. Бұның бәрі әлеуметтік желіге жарияланады. Бұның бәрі парламент болсын, депутаттар болсын, жоғарғы сот болсын, барлық жерге жарияланады. Ертең бекерден бекерге Шымкент қаласының абыройына зияныңыз тигізіп алмаңыздар. Бұл жерде басты біздің түсіндірмеміз, ең бастысы сіздің назарыңызға жеткізіп жатқан ақпаратында қазір жеткізген ақпарат ол заңның талаптарына сүйеніп айтып жатыр. Конституция қайда қалады? Ол заңда жазылған. Конституция заңда не деп жазылған? Давайте мен конституцияға мен түсіндірме бермей қоям қазір. Заңда көзделген талаптарды айтайын, Менің құқығым ше? Сіздің құқығыңыз айттым. Аудармашы тартылуы мүмкін іс өндірісіне, бірақ сіздің есебіңізге жатқызылады. Сонда мен өзім ақша төлеп, осыны аудармашыға аудартуым керекпін ба? Енді ол заң бойынша көзделген тәртіп.
Қай заңда, қай бабында? Атқарушылық іс жүргізу және сот орындаушылар мәртебесі туралы Қазақстан Республика заңының 8 бабында көзделген тәртіп. Мемлекеттік тіл деген жоқ па Қазақстанда? Мемлекеттік тіл туралы ол мемлекеттік тіл деген бар, бірақтан бұл жерде талап арыз, яғни орысша берілген сияқты көрінеді. Дұрыс па? Сондай болған шығар енді. Жоқ, бұл талап арызды берген адамға бере берсін орыс тілінде, ал маған қазақ тілінде беру керек қой. Қазір мен сізге айттым, оны енді сіздің ойыңыз, мен түсінтемін сізді, бірақтан міне судебный приказ орысша жазып тұр. Осындай күйінде сот орындаушыға түсіп тұр. Енді мен қалай түсінемін оны? Мынандай нәрсе бар, заңда егер мен мынау нәрсені, орыс тілінде жазылған нәрсені мен түсінбейтін, маған түсініксіз тілде берілген болса, соттың мынау заң бойынша деп айтайын, құқық бойынша маған берілмеді болып есептелінеді. Мына ақпараттар маған берілмеді болып есептелінеді. Ол өзгеше только өзгеше. Өзгеше емес, осы мен сізге айтайын, тіл туралы соттардың талайында осы әңгіме қозғалған. Егер де келіспесеңіздер, пожалуйста, жазбаша түрде оны ресми ешқандай жазбаша түрде болмайды. Бұның бәрі 21 ғасырдың құралдарымен бүкіл мынау мамандардың үстінен арыз жазылады, мамандардың үстінен бейне шағымдар түсіріледі, мәлімдемелер жасалынады. Мәселе аресті болғаттау, мына жерде көріп отырғаныңыздай сізге қатысты алимент өндіру туралы атқарушылық өндіріс қозғалды. Маған қатысы жоқ деймін, мен сізге айтып отырмын. Мен сөзімді бөліп жатырсыз. Мен сізге айтып жатырмын, сіз қазір бір жақтама қарағаныңыз үшін алдағы уақытта жауап беретін боласыз. Істі бір жақтама қарағаныңыз үшін. Бір жақтама емес. Сіз заңгерсіз ба? Иә. Заңгерсіз ба? Әлде заңгер қажет па бұл жерге? Сіз сұрақтарды қойдыңыз. Мен сұрақ қойдым, бірақ сіз мынау істі басқаша бұрмалап отырсыз да, заңгер деген екі жақтың құқығын қорғайды. Сіз бір жақтама қарап отырсыз қазір. Сіз тыңдауға дайын емес сияқтысыз. Заңгер бар ма? Сіз бұл жерде әділет департаментіне келіп тұрсыз. Әділет департаменті Әділет департаментінің арнайы заңгері бар ма? Бұл жерде арнайы заңгер деген штат жоқ. Бұл жерде істеп жатқан қызметкерлердің көбісі сол заңнама бойынша білім алған. Конституция жоғары тұра ма, әлде 8-ші жаңа ішкі бұйрықтар жоғары тұра ма? Давайте былай қылайықшы. Қазір сіздің сұрақтарыңыздың барлығына мен жазбаша түрде соны жазып алыңыз, өзіңізге түртіп алыңыз. Сол протоколға сәйкес сіздің мекен-жайыңызға қазір егер де бізге хабар берсеңіз, мекен-жайыңыз туралы сол жерге ресми түрде жауабыңызды қайтарып берейік. Жазып аласыз ба, онда мен жазып берейін ба? Жазып алайын. Так, беріңіз, мен қазір өзім жазып бере салайын, қазір видеода айтпай-ақ қойын, видеода адрес мекен-жайымды айтпай-ақ қойын видеоға. Себебі анау персональный данные деген нәрсе бар да. Так. Әйтпесе міне чектардың бәрі тұр, алимент төленген бәрі. Қазір чектердің бәрін құрбан көрсетуге бере аласыз ба? Жоқ, мен маған қашан мынау іс маған беріледі, содан кейін барып баспалдақ сияқты этапына беріледі. Мынау міне бәрі тұр, мен сіздерге жай мына дәлел ретінде көрсетіп кетіп отырмын. Чектеріңіз қазір бермейсіз бе сонда? Сот орындаушыға беремін, бірақ сот орындаушы басқа сот орындаушыға істі өткізуге жаңағыдай тағы бір талабын жаза салыңызшы. Телефон нөміріңізді жазыңызшы. Өтініш бір талабын жазыңызшы. Басқа сот орындаушыға істі өткізу туралы. Жоқ, ол туралы. Жазыңыз. Бұл мынандай мынау тұтынушылардың құқығы деген нәрсе бар. Мен борышкер болғанымен менің де талаптарым орындалу керек. Басқа сот орындаушы деген бұл жерде бұл кісі маған әдейі қасақана бір нәрсе жасауы мүмкін. Мен оған күмән неғылып жатырмын. Кеше әлеуметтік желіде бәрі айтып жатыр, бұл кісі бұрын полицияда істеген, мынау талай адамды поставить еткен деп айтып жатыр. Хорошо, ол туралы ресми жауабыңызды қоссаңыз, сөйлемеңізді. Телефон нөмірді қосшы. Жақсы.
Мен былай Қазақстанда былай қазақ тілінде қор боламын деп ойлаған жоқпын ше. Жақсы, жауап сіздің мекен-жайыңызға кетеді. Қанша күнде? Заң бойынша 15 жұмыс күн, бірақ оған созбай ертерек беруге тырысамыз. Енді менің мынау шығындарымды кім өтейді? Мысалы, сот орындаушының тарапынан кеткен қателіктердің мысалы ресми түрдегі жазбаша жауабыңызға келтіріледі, бәрі. Кім жауап сіз береді? айттыңыз ғой, мына жерде бірнеше сұрақтарды жаздық, протоколға енгіземіз. Мен қазір есіктің алдында шығып мәлімдеме жасаймын, кәдімгі штативті қойып тұрып. Мына алимент бойынша төлеп жүрген чектеріңіз, яғни ана жеке сот орындаушыға беремін деп отырсыз ғой. Жеке сот орындаушы маған бірінші қазақ тілді ақпараттарды береді, бірінші басқа сот орындаушыға істі өткізеді, немесе сол сот орындаушы маған қазақ тілінде ақпараттарды береді. Одан кейін барып мен онымен танысамын, заңгермен ақылдасамын, одан кейін барып мынаны беремін. Қандай форматта беру мен ақылдасамын. Себебі мынандай мәселе бар, тағы да бір мәселе қалып кетіпті. Мынандай фискальный чектерді бұл сот орындаушы менен фискальный чектерді талап етіп отыр. Мына фискальный лазерный принтер деп аталынады. Лазерный принтер жылдап сақталмайды, өшіп кетеді. Кейбір чектер осылай өшіп кеткен жағдайда, чектерді жоғалтып алған жағдайда мен қандай шара қолданамын мысалы. Себебі бұлар маған чектерді сақтауды міндеттеп отыр. Бірінші чектерді өткізуді міндеттеп отыр. Мен бұмен өмір бойы алиментпен айналысып кетемін ба сонда? Чек сақтаумен, бұған бір бухгалтер жалдаумен, бұған бір заңгер жалдаумен осылай өтіп кетемін ба менің өмірім? Қазір бәрі онлайн істеуге болады ғой. Онлайн түрде болады, бірақ мына принтер кейбір чектер өшіп кеткен жағдайда. Бірінші мәселе. Жазып қойыңызшы өтініш. Чектер өшіп кеткен жағдайда мен не істеймін? Жазыңызшы. Чектерді қазір бұл жерде мәселе. Бірінші, жоқ, тоқта, жазып алыңызшы. Чек өшіп кеткен жағдайда мен не істеймін? Бірінші мәселе. Екінші, чекті жоғалтып алған жағдайымда мен не істеймін? Бәрі банк арқылы өтеді ғой. Банкта бұл ақпараттардың бәрі сақталып тұрады. Ақпараттарға банкке запросты кім жібереді? Тағы да мен ақылы түрде жіберемін ба? Уақытын жоғалтып, банкке барып, очередь кезекке тұрып, банкта алимент мәселесі қарастырылмаған? Жарты жылдың ішінде олар біз қарастырылмаған, мен сізге айтайын. Жарты жылдың ішінде олар ақпаратты ақысыз тәртіппен береді. Мен сонда жарты жылдық историяны көтеріп, ақтарып, іздеп табуым керек пе оны? Енді борышкердің міндеті ол заң бойынша да ол заң. Неге сіздер барлық нәрсені борышкерге артып қойғансыздар? Неге осы алимент мәселесін, неге алиментті Каспиге тіркеп қоймайсыздар? Бірақ мәселе. Қай жерге? Каспиге. Каспиге? Иә. Каспи арқылы төлесеңіз де болады. Каспи арқылы. Каспи банк, иә. Алиментті Каспи банкпен төлетпей жатыр маған, кешіресіз. Халық банктың шот ашып қойған, Халық банкке төле дейді. Өндіріп алушы Халық банкке, иә, соған арнайы шот ашып қойған дейді. Өндіріп алушының қалауы. Неге маған міндеттеме мына банкке аш, Каспи банкке аш, Халық банкпен қолданба деген ешкім талап қоя алмайды. Жоқ, көрдіңіздер ма? Бұл Каспи банктың номер бірінші банк болып тұр да қазір Қазақстанда. Даже Халық банктен де жоғары болып тұр қазір. Каспи Голдтың, Каспи Пейдің несі? Барлық банктың Каспи Голд қолданатын шығарсыз? Барлық банктың заң бойынша дәрежесі бірдей ғой. Каспи Голдты қолданатын шығарсыз? Каспи Голд қолданасыз ба? Жоқ, бұл жерде менің Каспи Голд мәселе айтылған жоқ қой. Жоқ, соны кеше мен жекеме тиісті ғой сот орындаушы. Сен өзіңнің қыз туылған, бала туылғанын білесің ба қойды деп маған сөйтіп сөйледі ғой сот орындаушы. Жекеме тиісті ғой маған. Жақсы. Жазбаша түрде жауап береді. Мынау деген сұмдық қой мынау. Сонда алимент төлеуші Қашқар болды да, Қашқардың аузы жесе де қан, жемесе де қан да, басқа алимент төлемей жүрген адамдармен мені салыстырып отыр да сонда. Адам өмірге келген кезде ажырасам деп үйленбейді. Білесіздер ма? Сосын міне, мен сіздерге керек болса жекеме өтетін болсаңыздар, міне бұрынғы әйелімнің өз еркіммен кетем деген қолхаты да бар менде. Бейшімбаевтың сотын білесіздер ғой, бүкіл әлемге жария қылып өткізген. Еркек, әйел деп қазір қоғамның бәрін бөліп тастаған. Жақсы, қазір ол нәрсені мен айтып жатырмын, міне мен кеше жекеме тиісті. Қатыныңды тастап кетуді білесің дейді. Бала тудыруды білесің дейді. Ол этика бойынша растаушыларыңыз бар болса, оларды қосымша енгізіңіз. Жылы жауап қоя салам. Бұл мен сіздерге айтайын, бұл жылы жауап қойғандарыңызбен бұл бәрі проблема шешілмейді. Мен сіздерге айтайын. Мына ертең біздің ұлтымыздың болашағына балта шабамыз, мен мынау істі бұлай қалдыруға болмайды.
иә. Заң аясы десе де, бірақ менің конституциялық құқығымды қорғап отқандарыңызды мен байқап отқан жоқпын. Сіздерде алдыңызда 3-4 телефон тұру керек. Заңгер ма? Заңгер. Алло, мына жерге келіп кетіңізші, заңгер көмек керек болып отыр деп айтуларыңыз керек. Мен сонда мемлекетке налогты не үшін төлеймін? Мен не үшін кәсіпкерлікпен айналысам? Не үшін мен адамдарға жұмыс беремін мысалы? Не үшін мен налог төлеймін сонда? Мен құқығым қорғалмайтын мемлекетте. Маған қазір кәсіпкерлігіме өте қатты зиян тигізіп отырсыздар. Ақпаратты берсеңіздер, егерде қарыз жоқ болса, бүкіл бұғаттарыңыз ашылады. Қарыз жоқ болса емес, бірінші конституцияны құқықты шешіңіз. Қазақ тілі мәселесін шешіңіз бірінші. Ақшаға құнықпаңыздар өйтіп. Ақша мәселені шеше бермейді. Мына өмірдің құндылығы тек ақшамен ғана тұрмайды. Просто материалдық жағдайға құнығып кеткен адамдар. Мен таң қаламын осы. Көрге алып кете алатындай ғой осы ақшаларын. Бала шағаға дұрыс адал тамақ апарып беру керек та. Біреудің ақысына кірместен. Жақсы, онда 2-3 күнде жауап күтем. Жаңағыдай созбалаңға салмаңыздар. Макашев Талғаттың мәлімдемелері, бұл істің бәрі шешілгеннен кейін бұл сұрақта тұрады ғой, негізінде баспалдақ бойынша. Мен ұмытып кетіп жатырмын қазір, ақпарат өте көп, айып етпейсіз. Сау болыңыз. Ал құрметті қазақ елі, өздеріңіз көрдіңіздер. Қазақстан Республикасының азаматтары қазақ тілінде өзінің мемлекетінде тұрып аудармашы жалдау керек, және де сол аудармашының ақысын өзі төлеу керек. Ол қай заңға сәйкес артық шығындарға бату керек. Қазақстан Республикасының азаматы Қазақстанда жүріп, қазақ тілінде қызмет алу үшін, өзінің конституциялық құқығын қорғау үшін қазақ тілінде аудармашы жалдау керек. Мынау Шымкент қаласының әділет департаментінде заңгер жоқ екен. Заңгерге мен құқығымды қорғайма деп заңгерге қарайын десек, бұл жерде заңгер жоқ екен. Сөйтіп анау басшының орынбасарынан сұрадым, сіз заңгерсіз бе десем, иә дейді. Бірақ ол кісі заңгер болғанмен, заңгерлердің де әртүрлі салалары бөлінеді. Ол қай саланың заңгері, қандай маман, ол конституциялық құқықтарды қорғай алатын заңгер ма? Осы енді қазір осы жерде тұрып мәлімдеме жасайтын боламын. Қазақстан Республикасының жоғарғы соты, Қазақстан Республикасының конституциялық соты, Қазақстан Республикасының бас прокуроры бүкіл барлығына мәлімдеме жасайтын боламын осы жерде тұрып. Сосын өзімнің хейтерларыма да мәлімдеме жасаймын. Алименттерімді төлеп жүргені туралы оларға да бір бөлек мәлімдеме жасап қою керек болып тұр.